Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен тағы да жүздесіп отырмын. Біраз уақытқа жоғалып кеткен едім арнамнан. Енді жоғалмаймын деген үміттемін. Сіздерге біраз пайдалы дүниелер салатын боламын, Алла қаласа. Сондықтан сіздер менімен бірге болыңыздар. Ал сіздер менің қазір өзімнің осы каналыма жазылып алыңыздар. Тіркелмеген кісілер болса, соның соң қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өйткені менде өте құнды деген ақпараттар бар. Сіздермен бөлісетін боламын әлі де. Өздеріңіз білесіздер, қазір қыз-келіншектердің көбісінің бір проблемасы бар. Бала босанғаннан кейін, бірнеше бала босанғаннан кейін артық салмақ қосып алады да, содан қалай құтылу керегін іздеп жүреді. Не істесем екен, не істесем мына артық салмақтан құтыламын деген көп қыз-келіншектер, жалпы қыз-келіншектер ғана емес, ер адамдардың да осындай проблемалар болуы мүмкін. Көп адамда бар бұндай проблема, яғни осымен қалай күресу керегін мен сіздерге қазір айтатын боламын. Диетологтардың көбісі арықтататын марафонда барлығы майлы тамақ жеме, ананы жеме, мынаны жеме, тамақты мұндай уақытта жеуге болмайды деген сияқты біраз тамақтарды ысырып тастап жатады мысалға. Бірақ кейбір кісілер оған шыдамайды. Қазір мен сіздерге ешқандай диетасыз, марафонсыз, ешқандай матча чайсыз ақ арықтаудың жолын айтатын боламын. Ол тек қана сіздерге арықтатып қана қоймайды, ол сіздердің ағзаларыңызға өте пайдалы сусын. Осы сусынды дайындауды қазір көрсететін боламын. Өте оңай, ол сусын кез келген адамның үйінде табылатын сусын. Көбіңіз оны өте оңай жасай аласыздар. Қол жетімді, кез келген уақытта іше бересіздер. Тек тамақтанар алдында ішу керек оны. Бұл шырынды жасау өте оңай. Осы шырынды ішу арқылы сіздер артық салмақтан арыласыздар және асқазандарыңызды дұрыстайсыздар, яғни асқазан ішек құрылыстарыңызды барлығын ішін тазартатын болады. Ол өзіміздің міне капуста, яғни орам жапырақтан жасалатын шырын. Бұндай орам жапырақ барлықтарыңыздың үйлеріңізде бар деп ойлаймын, кез келген дүкендерде сатылады. Осы орам жапырақты алып, осыдан шырын жасаймыз. Осы шырын арқылы, осы орам жапырақтың шырыны арқылы өте оңай сіздер артық салмақтан арыласыздар. Тамақтарыңызда іше бересіздер. Осы орам жапырақтың шырынында ішу арқылы бойларыңыздағы, ағзаларыңыздағы керек емес шлактардан барлығынан тазартатын болады осы орам жапырақ, яғни капуста шырыны. Осыны міндетті түрде жасап көріңіздер. Әдепкі кезде ол кішкене адамға үйреншікті болмағандықтан дәмі біртүрлі болып көрінеді, бірақ ары қарата оны күнделікті ішкен сайын дәміне үйрене бастайсыздар. Негізі орам жапырақтың шырыны арқылы, осы шырын арқылы сіздердің мысалға үлкен кісілер бар ғой, жасы 40-50-ден асқан кісілер болсын, холестерин бойында көбейіп кеткен болса, холестеринді азайтатын болады. Холестеринді төмендететін бірде-бір сіздерге көмектесетін осы орам жапырақ, яғни капустаның шырыны. Осы капустаның шырынын ішу арқылы біріншіден сіздердің ағзаларыңыздағы асқазандарыңызға гастрит болсаңыздар, гастритке де көмегі көп бұның. Екіншіден ішек құрылыстарыңызда, яғни іштеріңізде шлактарды керек емес барлығын шығарып тастайтын болады, содан тазартатын болады. Онан соң сіздердің әрбір ішкен тамақтың, яғни сол қандай тамақ ішсеңіздер де соның ішінде керегін ғана алады, керек емес отходтың барын шығарып тастайтын болады. Сондықтан осы шырынды ішуді барлықтарыңызға кеңес етемін, өйткені осы шырын арқылы сіздер артық салмақтан арыласыздар. Екіншіден асқазандарыңызды тазартатын боласыздар. Асқазандарыңызда, яғни гастрит болса, асқазаннан панкреатит, басқа да бір аурулар болса, осыдан осы капустаның шырыны арқылы емделуге болады. Одан көбіне матча чайды беріп жатыр. Ешқандай матча чайдың қажеті жоқ. Матчаны сатып алып, матча чайдың ішінде сіздер не бар екен білмейсіздер. Ол арнайы жасалған чай. Оның ішінде міндетті түрде қоспа болады. Ал бұл ешқандай қоспасыз кәдімгі орам жапырақ. Осы орам жапырақтың бойында бірнеше дәрумендер бар. Сол дәрумендер
адамға ең пайдалы дәрумендердің көбісі осы орамын жапырақта, әсіресе С дәрумені осы орамын жапырақта көп, яғни иммунитетті көтереді. К витамині, У витамині бар, В витамині бар. Осы орамын жапырақты міндетті түрде жегенде дұрыс салат ретінде, ал шырынын ішсеңіздер сіздерге біраз артық салмақтан арылуға, одан кейін асқазандарыңызда жара болса соны кетіруге көмектесетін болады. Оны қалай жасаймыз? Қазір көрсеткен жерінен аламыз, кесіп аламыз, кішкене кесіп аламыз. Бұл енді мен осы кесілгенді мына жерге қазір көрсетемін сіздерге. Осындай блендер болған дұрыс, блендерларыңыз болса, осындай шырын жасайтын арнайы блендер болса да болады, немесе осындай блендер. Осы блендерға саламыз. Міне. Салып, ішіне кішкене су құямыз. Кішкене ғана мынандай кішкене жарты стаканның түбінен осындай су құямыз. Соң осылай бетін жауып. Міне осындай шырын болды. Ішін бұлай алып тастаймыз міне. Міне. Яғни бұл коктейль есебінде ғой, коктейль, яғни шырын. Мына жаққа құямыз. Міне осындай коктейль болды. Осыны алып, тамақтан алдында, кез келген тамақ ішер алдында 40 минут бұрын немесе 50 минут бұрын. Осы коктейлді дайындап болғаннан кейін 40 минут бұрын, тамақ ішер алдында 40 минут, яғни 50-40 минут бұрын осы шырынды ішіп аламыз. Дәмі кішкене әдепкіде сіздерге ұнамауы мүмкін, біртүрлі дәм шығуы мүмкін, өйткені бұл капустаның дәмін көп адам ұната бермейді, салат түрінде жемесе. Мынадай шырын ретінде көбісі ішкісі келмейді. Сондықтан егер капустаның өзі ұнамайтын болса, кәдімгі көк алманы қасына қосуға болады, осылай ішіне араластырып. Осы не жасамас бұрын коктейль жасайтын кезде капустаның өзін ғана қосып, онан соң қасына тағы алманы, жарты алма қосуға болады, жарты көк алманы қосуға болады. Сонда дәмі сіздерге ұнауы мүмкін. Қою қылып ішсең, негізі барынша бұны кішкене қатты сұйық қылуға болмайды. Қоюлау осылай ішу керек. Су қатты көп құюға болмайды. Тамақтанар алдында 40-50 минут бұрын ішіп алыңыздар. Осы шырынды міндетті түрде жасап көріңіздер, яғни осы коктейлді ішіп жүрсеңіздер, артық салмақтан өте оңай арыласыздар. Бірақ барынша майлы тамақты аз жеңіздер, көп жеуге болмайды артық салмақтан арылу үшін. Бірақ бұл тамақты жей беруге болады, яғни бұны ішіп отырып тамақ жей беруге болады. Тамақ жемей өз-өзіңізді ашаршылықта ұстаудың қажеті жоқ. Егер осы шырынды ішу арқылы 50 минут, 40 минут бұрын тамақ ішер алдында 3 мезгіл ішетін болсаңыздар, сіздердің іштеріңізде тамақ ішесіздер, ол кез келген тамақ жеуге керек емес, атықтарды өзі шығарып тастайды. Яғни кез келген тамақты жей беруге болады. Ішінде шлактарды да өте оңай тазартатын болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.